Кімге беріп отам? Балалар қақта ойнап жүр. Қазір балаларды берейік, иә? Қабыл болсын, аумин. Келіндер, ай, балалар, келіндер. Аумин. Маған деп ботам, маған жаным сол. Рахмет, анамның қамыры илеген үшін алдым. Апан иледі ғой. Бәрібір жебемейді, анасы. Деше басқа істейтін тірек болмаса, мен жұмысымды істей берсем. Қандай жұмысыңды? Сол үйден жаңағы нелер заказдарым. Ешқандай жұмыс жоқ. Бәрі ыдыс-аяқ жуып қойдым, жарайды. Рахмет. Жасай бер жұмысыңды. Саламатсыз ба? Аха, бізде шұқыртқа барлығына дәрілер бар ғой. Балаға. Қазір мен жұмысыма отырдым. Қазір жіберем, аха, бұйырса. Бұғанда көне бөлетін қолым босамай кетті, ауылға келгелі бері. Эпам 11-ді сұрады. И төртеуде наборымен қазір беретін боламыз. Еркежан жаңа онлайн жұмыс деді ма? Не деді? Бар көрейші кәнекей қандай жұмыс екен. Қызығып кеттім ғой. Еркежан? Жаңа сен онлайн жұмыс дедің ғой. Қызығып кеттім, қандай жұмыс ол? Онлайн жұмыс деген? Онлайн сибирский здоровье ғой. Деше үйде отырып, жаңа табыстау отырып, қазір осы таңда міне. Мысалға арықтатуға, нарықта 29 жыл болды жұмыс жасап жатқанына. Өнімдері ма сонда ішу керек па, витаминдерді? Өте жақсы өнім, сұраныстағы мынау арықтауға осы наборды алып ішіп жатады. Балаларға халал сертификатталған. Балаларға да витаминдер. Мен үйден отырып ап, жұмыс істеп, өйстіп табыстау отырмын. Жақсы екен, иә? Күшті. Қазір барлығы дамыған заман еді. Сен қалада болғасын, бәлем барлығын білесің еді сен осы. Еркежан, мен деген бұндай мен естімеппін бірінші рет. Бұл пирамида емес па, құрсын? Жоқ. Заңды ма? Иә, барлығы заңды. Бұның еще жеке өндірісі бар, халықаралық компания ғой. Бұда еще шетелге шығуға болады, еще қараңызшы. Машина алуға болады, еще анандай қиындықсыз, мысалғашы. Мүмкіндіктер көп екен ғой ғана компанияда. Біраз қыздар міне бізде көп қыздар уже машина алған, 1 миллион айлықта отырған қыздар бар еще. Сонда үйінде бала шағасының қасында ешқайда шықпай-ақ, тек витаминдер сату арқылы табыстап аласың. Еще мынан барлығы сұраныстағы витаминдер ғой мынан барлығы.